Сәлем достар, бүгінгі біздің әдемі жасайтын дүниеміз аяз атаны жасайтын боламыз. Осы бос ыдыс, пластмасс ыдыстардан осы шелегіміздің шетіндегі ұстағышын алып тастаймыз. Бізге қажеті жоқ. Ұнап жатса лайк басып кетіңіздер, тіркеліп, сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Ұзындығы 14 және астыңғы ені 10 см қылып өлшеп алдық. Енді осы кішкене матамыз тайып кетпес үшін осы шелегіміздің сыртын скотчпен айландырып жабыстырып шығамыз, басынан аяғына дейін. Мінекей жабыстырып шықтық. Енді біз осы шелегіміздің асты жағын, аяз атамыздың асты жағын осы шелекпен өлшеп, қолқалымен өлшеп алдық. Енді осыны айландырып, қайшымен қиып, қырқып шығамыз. Аяз атамыздың сыртқы киімі қызыл болғандықтан осындай қанық түсті, вюйлер қатты, кішкене босалмаған, қатты әдемі вюйлер ашық түсті түсін алдық. Осыны енді аяз атамыздың аяқ жағына қоятын қыламыз. Бетін жабыстырамыз. Енді жан жағын ыстық клеймен біртіндеп жабыстырып отырамыз. Енді осы ыдысымыздың шет ортаңғы жағын дайындап болған матамен қоршап шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Жаңа жылда өздеріңіздің шыршаларыңыздың алдына қойып, болмаса бала-шағаларыңызға осы кішкене аяз атаны алып, ортасына кішкене негізі сыйлық жасауға да болады. Үстіп ортасына супер киндерлер бар, супер пончиктер бар. Сол сияқты қылып ортасына жаңағы орын тастап, подарка жасап қойсаңыздар да болады, сыйлық. Енді біздің аяз атамыздың мойын жағын істейміз. Осыны бірінші бітеп аламыз, айландырып. Енді осының ортасына аяз атамыздың мойнын жасаймыз. Кескінді ағашты алдық және осыны матаға жабыстыратын боламыз. Енді біз осы матамыздың шет-шетін ине жіппен қолымыздан көктеп шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Бала-шағаларыңызға, немерелеріңізге және біреу заказ берсе, осында істесеңіздер өте тамаша болады. Осыны айландырып көктеп шығыңыздар қолыңызбен. Машинаның көмегінің қажеті жоқ. Осы қолмен бір шетін тартып, мінекей, аяз атамыздың денесі дайын болды. Енді осыны сыртын әрлейтін боламыз. Ақ вюйлер матаны алып, кесіп дайындап қойдым. Он 14 сантиметр қылдым. Негізі өзінің ұзындығы 14 сантиметр. Және шет-шетін айландыру үшін 25-30 сантиметрдей матаны қырқып алдық. Енді мойыннан астыға қарай ыстық клеймен клейлеп шығатын боламыз. Менің үйімдегі бар дүние, бұл негізі сатып алған жоқпын. Үйдегі бар заттармен осындай әдемі дүние жасауға болады. Сатып алып әуре болмаңыздар. Үйде қалған-құтқан маталар болсын, қалған-құтқан ыдыстар болсын, осыны әдемі дүние жасауға тырысыңыздар. Енді әркімнің өзінің несі бар, ойы бар. Негізі әдемі қылып шығарам десеңіздер, сатып алсаңыздар болады ғой, өздеріңіздің нелеріңіз. Мінекей, енді айландырып жабыстырып шықтық аяз атамыздың аяқ жағын. Енді бізге осы аяз атамыздың екі қолын жасайтын боламыз. Осы екі қолында бір 14 сантиметр қылдық. Осы 14 сантиметрді екі бөліп алдық та бір-біріне жабыстырамыз ыстық клеймен. Екіншісінде өстіп жабыстырып қойдық. Енді үш жағын
ыстық кілеммен бір-біріне біріктіретін боламыз. Қолымыздың иығы болады бұл. Мінекей дайын болды. Енді осылардың ортасына синтефон мақтаны салатын боламыз. Қатты нығыздаудың қажет жоқ. Қолымызға кішкене ұқсаса болды. Екеуін толтырып қойдық. Енді осы қолымыздың ұшындағы қолғабын жасайтын боламыз. Кәдімгі қолдың түсі сияқты шөлкейден қолғап жасаймыз. Шетіндегі үштік маталарын дөңгелек қылып, артықтарын кесіп тастаймыз. Осы әйелдердің шөлкейінен неше түрлі дүние жасауға болады. Қуыршақ тігуге болады. Кәдімгі қуыршақтың мұрынын, құлағын, жаңағы жануарлардың құлақтарын, мұрындарын жасауға болады. Осы жолы енді Аяз атамыздың қолын жасаймыз, қолғабын. Бұл жерде бір жақсы жері машинаны қолданбаймыз. Өйткені тек қана қолымызбен және ыстық кілемнің арқасында жұмысымыз бітетін болады. Осыны айландырып қойдық. Енді ортасына синтефон мақтаны тағып, үстіп кілейлеп қоятын боламыз. Тура екіншісінде үстіп дәлме-дәл қылып тігіп шығатын боламыз. Алдымен біріншісін көктеп аламыз, мақтамыз шығып кетпес үшін. Мінекей дайын болды. Енді екіншісі де дайын. Енді осыларды жаңағы қолымыздың ортасына ыстық кілеммен кілелеп қоятын боламыз. Кәдімгі Аяз атамыздың жаңағы қолынан іші көрініп тұратын болады. Сондықтан үстіп жасап қойған жайым бар. Шет-шетіндегі кілеленбеген жерлерін түгел қылып кілелеп шығыңыздар. Өйткені қолымыз ажырап түсіп кетуі мүмкін. Енді екіншісінде үстіп кілелейтін боламыз. Біздің қолымыз дайын болды. Енді осы қолымыздың, әрине осы Аяз атамыздың сыртқы киімі, бас киімі және ортасындағы түйме жағы және етек жақтары ақ болып келеді. Сондықтан біз жең жағын үстіп ақпен кілелеп шығамыз. Мінекей жең жағындағы ағы дайын болды. Енді біз осы Аяз атамыздың кәдімгі басын жасайтын боламыз. Көзі, мұрны және мұрт сақалдары болатын болады. Енді осы жолы біз кәдімгі шұлықты қолданатын боламыз. Осы шұлықтың ортасын қырқып алдық. Енді шет-шетін көктеп шығамыз. Жіппен әрине. Бұл жерде қыстық жаңағы ойыншықтардың бәрі әсіресе тек қана мақтадан және осындай маталардан жасауға болады. Қыстық ойыншықтарды және жаңа жылдық жаңағы ақшағарлар болады және хайуанаттардың нәрселерін істесеңіздер, осындай маталардан жасасаңыздар болады. Аяз атамыздың басы дайын болайын деп жатыр. Енді жібімізді тартып байлап қоямыз. Кішкене инемен тегіс болмаған жерлерді инемен тегістеп шығамыз. Енді осы Аяз атамыздың көзін жасайтын боламыз. Бірінші өлшеп аламыз қол қаламмен. Және фетр матаны дайындап қойдық, дөңгелек қылып қырқып, осыларды жабыстырып шығатын боламыз.
Енді әрине тағы да шүлгиді қолданатын боламыз. Осыны дөңгелек қылып қырқып алып, шет-шетін тағы да көктейміз. Барлық ойыншықтарды үстіп көктеп, ойыншық әдемі ойыншық жасауға болады. Мінекей мұрнын жасап қойдық. Осы мұрнын кілелеп қоятын боламыз. Енді осы Аяз атамызға әрине мұрт, сақал жетіспейді. Дайындап қойған жүн мата бар, осыны шет-шетін артық жіптерін алып тастаймыз. Екі шетін кесіп аламыз. Және бір-біріне кілелейтін боламыз. Мінекей бір-біріне кілеледік. Енді мұртын жабыстыратын боламыз. Мінекей мұрты дайын болды. Енді бізге осы Аяз атамыздың және шашы, сақалы, осылардың бәрін кілелеп шығатын боламыз. Осындай жүн матадан. Арнайы осындай маталар болады. Осының кескіндері қалған еді, осы Аяз атамызға бұйырып тұр екен. Мінекей Аяз атамыздың енді сақалын істейміз. Өйткені бұл Аяз атаның өзінің жасы, кәрі кісі, мұрты, сақалы ағарып кеткен және қасы да ағарған. Енді осы Аяз атамыздың бас киімін жасайтын боламыз. Кәдімгі бас киімнің қалған құтқан ұшын қырқып дайындап қойғанмын. Осыны енді сыртын әрлейтін боламыз. Кәдімгі ақ матаны етегіне, ортасына, екі қолының жағасына істедік. Енді бас киімнің жан-жағына жасайтын боламыз. Кәдімгі қазіргі Аяз аталар негізі жасқа қарамайды. Сыртынан мұрты мен сақалын істеп, жастар Аяз атаның рөлін ойнай беретін болған қазір заманда. Баяғыда біз оқып жүрген кезде Аяз аталарымыздың негізі өздерінің жастары 50-60-ға келген ағайлар, аталар болатын. Мінекей, кілелемеген жерлерін кілелеп шығамыз. Осы заманға қарсы жастар болып жатыр Аяз ата. Оның киімдері де қазіргі заманауи неше түрлі киімдер бар. Соны киіп ойнап шығады. Және жаңа жылға арналған 5 жұлдызды пластмас затымызды кілелеп қоямыз. Негізі Аяз атаның бас киімі үлкен бас киім болатын. Соны кішірейтіп, жан-жағында жанып тұратын 5 жұлдыздар бар еді. Ол негізі ескіріп кеткен. Соны осы Аяз атаға қолданып отырған жайым бар. Енді екі қолын екі жағына кілелеп қойдық. Енді Аяз атамыздың басын өзінің орнына қоятын боламыз. Мінекей, Аяз атамыз дайын болды. Баға беріп кетіңіздер. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, дәреке жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.